тағамдық манипуляция немесе тағамдық дезинформация заманында өмір сүріп жатырмыз деп сабақтың барысында бұл терминді алғаш айтқан менің ұстазым, алла тағала ол кісіні рахмет алсын, медицина ғылымдарының докторы, профессор академик Дәленов Ерболат Тербесәлиұлы ағамыз айтқан. Неге олай? Өйткені көптеген тағамдық өнімдер мен сусындарды өндіретін кәсіпкерлер өздерінің өнімдерінің өзіндік құнын төмендетіп барынша және де пайдасын, маржасын көп өндіріп алу үшін өте көп химикаттар қосады. Өйткені химикаттар арзан, біріншіден, екіншіден, оның құрамында тәуелділікке алып баратын глутамат натрия деген химикат бар. Осы арқылы адамдарды тәуелділікке отырғызып, қайта соны тұтынуға итермелейтін химикат. Сол себептен тағамдық сауаттылықты арттыру керек. Неге мысалға бір сусынды алайық, газдалған, сыртында салқындатып ішіңіз деп қояды. Жарнамасында да солай жазып қояды, көрсетеді, ішінде мұздарымен жүреді. Өйткені сіз егерде оны жылытып ішсеңіз, тәбетіңіз ашылмақ түгілі керісінше сізде жиіркеніш пайда болады. Өйткені оның құрамындағы жаңағы аталмыш химикаттар тек қана салқындатылған күйде ғана адамның ағзасына ешқандай бөгетсіз өтіп кетеді. Керісінше салқындатылған күйінше адам қайта соны ішкісі келіп тұрады. Сол себептен ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп бізді Алла тағала судан жаратты ма? Су ішуіміз керекпіз. Біздің ата-бабаларымыз көп ағарған ішті ма? Ағарған ішуіміз керекпіз. Мысалы, менің жақсы танысым бар. Біздің Алматы облысында шай зауытында жұмыс істеген, бірақ қазір ол шай ішпейді. Неге? Өйткені өз көзімен қалай Қытайдан үлкен қапшықтармен жаңағы шайды алып келеді. Соны бұлар үлкен ыдыс болады, ванна сияқты. Соған алдын ала қап-қара қылып бір краска, химикат араласқан сұйықтық дайындап қояды. Сөйтіп жаңағы қаптағы шайды соған салады. Ол бір күн, екі күн тұру керек, бойына сіңіру керек. Сөйтіп барып одан түйіршіктелген шай жасап, түрлі брендтердің атауына салып, түрлі шай шығады. Ал барлығының негізі бір жерден келеді, бір жерде боялады, сосын сол жерден расфасовка жасалынады. Көрдіңіздер ме? Кім қандай цехта жұмыс істеді, сол өнімді ішпейді немесе жемейді. Мысалы, колбаса істейтіндер колбаса жемейді. Жаңағыдай шай зауытында істегендер шай ішпейді. Кеше айтқан шемішке май шығаратын зауыттағылар шемішке май тұтынбайды. Неге? Өйткені олар сол қалай дайындалып жатқанның арасында жүргендіктен, оның құрамында не бар екен білгендіктен оны қолданбайды. Ал жаңағы адамдарға зұлымдық жасап жатқан кәсіпкерлер халықтың тағамдық сауатсыздығын пайдаланып, оны түрлі жарнамалармен әсемдеп, көркемдеп, сөйтіп ұсынады. Сол себептен өтініш, құрамын оқыңыздаршы. Қазір көптеген приложениялар бар. Штрих кодын алып барып, QR код сияқты түсірсеңіздер, сізге оның құрамында не бар екен бәрін жақсылап жік-жігімен тәпсірлеп береді. Өйткені егерде біз не ішіп жатқанымызға, не жеп жатқанымызға мән бермесек, ертең оның айтқанда нәтижесін түрлі аурулармен көретін боламыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген ағайын.